Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода отырардың қақпасын ашып берген кім екені жайлы айтатын боламыз. Шайларыңызды алып отырыңыздар. Отырарды қорғау мультфильмін білетін шығарсыздар, шамамен 2019 жылы шыққан. Сол жерде отырардың қақпасын ашқан қара пальто киген уәзір болатын. Иә, отырардың қақпасын моңғолдарға ашып берген Қараша хан, немесе кей деректерде Қараша қажы деген сатқын болған. 1219 жылы Шыңғыс ханның әскері отырарды қоршауға алды. Қала билеушісі Қайыр хан ерлікпен қорғанып, моңғолдарға 5-6 ай бойы берілмеді. Бірақ Қараша хан түн ішінде моңғолдармен келісіп қақпаны ашып берді. Осылайша моңғолдар қаланы басып алды, халқын қырып жойды. Қайыр ханды тұтқындап, Шыңғыс ханның алдына апарған. Ол ерлікпен өліп, тарихта нағыз батыр ретінде қалды. Ал Қараша хан болса, сатқындық үшін моңғолдардан өз жазасын алды, олар оны да өлтіріп тастады. Барлығыңызда Қараша ханды не үшін өлтірді екен деген сұрақ болған шығар. Қараша ханды моңғолдар сатқындық үшін өлтірді. Шыңғыс хан ешқашан сатқындарды жақсы көрмеген. Ол өз еліне опасыздық жасаған адамның болашақта моңғолдарға да сатқындық жасауы мүмкін екенін түсінді. Сондықтан Қараша хан отырардың қақпасын ашып бергеннен кейін моңғолдар оны да өлтіріп тастады. Бұл тарихта көп кездесетін жағдай. Басқыншыларға көмектескен сатқындар көбіне өздері де сол басқыншылардың қолынан қаза табады. Ал бүгін отырардың қақпасын ашып бергендер, яғни сатқын уәзірлерді айттық. Сау болыңыздар, айтпақшы тіркеліп кетіңіздер достар. Комментарийге қандай тарих туралы айтайын соны жазыңыздар, лайк басып жіберіңізші өтініш.